Бізде Алматыда сұмдық жағдай, землетрясение қатты болды, қараңыздар, адамдардың бәрі шықты далаға. Страшно, бір 2 минутта ужасно болды ғой, прям. Айва, Құдай сақтасын. Құдай сақтасын, вообще прям страшно. Бәрі жақсы болсын. Міне қараңыздар, барлық адамдар далаға шықты. Барлық адамдар. Ардақты әлеумет, Алматыда жер сілкінді. Қандай қателіктерге жол берілді? Бірінші, ТЖМ, ТЖД дегендер кешігіп барып іске қосылды. Сейсмология орталығы да Алматыдағы солай. Ол кезде халықтың бойын паника билеп алған. Бұл кезде үрейлі жұрт желілердегі түрлі қауесеттерді естіп, ойлары сан саққа жүгіріп кеткен. Онан соң әлгі ТЖД, ТЖМ, дағдарыс орталығы, сейсмология орталығы дегендер сол паникамен күресуге күш жұмсады. Екінші, магнум секілді конструкциялық ғимараттар осы дүмпудің өзінде шатырлап, шайқалып кетті. Бұл көп қабатты тұрғын үйлерді айтпағанда, демек олардың сейсмо шыдамдылығын қатаң тексеру керек. Үшінші, аспанда бұлыт көрінсе, арандар ашылып кететін таксистердің тағы да есіргені желіде тарап жатыр. Алматыдан Ұзынағашқа дейін 20 000 теңге сұраған. Құдай пейілге береді. Мұндай дағдарысты жағдайдан пайда тауып қалуды ойлағандардың алдынан түбі шығады. Ол анық. Төртінші, жер дүмпуі өткелі неше сағат болды. Әншейінде SMS жіберіп жататын 112-ден әлі хабарлама келген жоқ. Маған бұл жер сілкіністің ошағы Қырғызстан мен Қытайда, Алматы мен Жетісу, тағы басқа облыстарда дүмпу сезілуі мүмкін. Саспаңыздар, қауесеттерге ермеңіздер, ресми ақпаратқа ғана сеніңіздер деген ескертпені алдын ала немесе дәл сол уақытта таратып қойса, мұндай паника бола қоймас еді. Бесінші, әзірге ресми ақпарат таратып жатқан тұлғалардың тек орыс тілінде сөйлеп жатқанын көріп жатырмын. Қазақ тілді аудиторияны қамти алмауда. Бұл өрескел қателік. Құдай жамандықтан аулақ қылсын, аман болайық деп жазба қалдырды Нұргелді Әбдіғаниұлы. Құрметті қалайық, бүгін Алматы жұртшылығы түн ұйқысын 4 бөліп әбігерге салынды. Алла тағала табиғи апаттан сақтасын. Енді мұндай жағдай қайталанбасын. Бесіктегі сәбидің ұйқысы бұзылып, ата-аналар қаладан қашып, ауылға беттеген, жолдағы кептелістерді, түрлі кедергілерді, абыржыған халықты көргенде жүрегің ауырады. Осындайда ойлайсыз, Алла, халқымды сақтай көр. Зұлмат күндерден тардай шашырап кеткен жер бетіндегі әр қазағымды аман қыла көр дейміз. Өзге де халыққа, күллі әлемге тыныштық тілейміз. Жердің де тозатыны, олардың да асау мінезге салынатынын білеміз. Жер ана жыламасын. Оның да көз жасын сүртетін кез келді. Экологияны қорғау, тепе-теңдікті сақтау әрбір ұрпақтың санасында жаттаулы болу керек. Ойланыңыздар, бүгін бар өмір, ертең басқаша. 1-2 секундта тербелген дүние өмірдің қаншалықты тәттілігін сездірді. Оны бастан өткізген адам біледі. Өткен жылы Түркияда болған ауыр апат, жер дүмпуін көзбен көріп бірге жыладық. Біздің елімізде ондай апат болмасын. Егер апатты жағдайлар орын алғанда, халықты әбігерге салдырмай, алдын ала құлақтандырып, ретке шақыратын түрлі хабар ошар ақпарат қызметтері ендігіде дұрыс жұмыс жасауы керек. Біздің мақсатымыз өзгені, түрлі қызмет орталықтарын айыптау емес. Халықтың бас амандығы, елдің тыныштығы. Ендеше 1000 өліп 1000 тірілген, небір нәубет күндерді бастан өткізген әз халқым, мынау бейбіт заманда тек қана жақсы күндерге ие болсын. Жылқы мінезді текті жұртым ешқашан үрікпесін. Көп, страшно. Мен енді үйге барып бір нәрсемді ұмытып кеттім, мен барып алып келейін. Екінші этажда мен
Тағы болуы мүмкін. Повторно. Заметкамды ала салайын. Барлық адамдар үйлерінен кетіп бара жатыр. Барлық машина, мына жер полный болған ғой. Вот смотрите. Машинаның барлығы все куда-то уезжают, я не знаю куда. Куда мне уехать, я даже не знаю. Қай жерге баратынымды білмей алмын. Мына жақ машиналар полный болған. Все, абсолютно все куда-то уехали. Мына жақта машиналарға очередь болып кетті. Алдымыз толып машина. Машиналар шыға алмай жатыр. Пробканы қараңыздар ма? Мына жақты қараңыздар. Пробки. Как будто күндіз сияқты пробка. Мынаны қараңыздар. Құдай сақтасын. Бәрі абсолютно барлық адам шыққан ғой. Абсолютно. Қараңыздар, сағат 3:30. Түнгі сағат 3:30 адамдар бәрі далада жүр. Қараңыздар. Ешкімнің өлгісі келмейді. Құдай сақтасын. Никто не хочет умереть. Абсолютно никто. Бәріміздің жанымыз тәтті. Адамдар түнгі сағат 3:30 тамақ жеп жүр. Представляете? Город, весь город не спит. Пробканы қараңыздар. Бізде қазір кетіп баратырмыз. Қайқа баратырмыз жаным? Ben үйіне барадым шамалға. Қоршырдегі жолы. Қоршеттер бізді құптыр. Сол. Алып кететін болды. Жері ма? Жерге Жерге нұқанылар бар. Сіздерде ләжбісі жерде туысқандарыңыз болса кетіп қалыңыздар. Екіншісі волнасы келетін шығар. Потому что жер сілкінген кезде негізі сондай ғой. Бір өтеді де қайтадан обратно қайтады. Құдай мәрене сақтасын. Ауылдан адам көшсе де, адамнан ауыл көшпейді дейді достар. Алматыда сәл ғана жер бетіп сілкіне қалды деп барлықтарыңыз ауылға қашқыңыздар ма? Ай. Типа городской болып менсінбейтіндіңіздер енді бізді ауылдың жігіттерін. Енді менсініп қалдыңыздар ма? Сондықтан да достар өйтіп айтуға болмайды ешқашан. Мұқият болыңыздар, абай болыңыздар. Ауылға қарай қаша беріңіздер. Очень сильное землетрясение. Все выбежали во двор. Ужас. Это было страшно. Шұғыл хабарлама. Алматыда жер сілкінді. Алматы тұрғындары қатты жер сілкінісін сезді. Алматылықтар өз үйлерін тастап сыртқа шығып жатыр. Кей тұрғындар жалаң аяқ, кейбірі киімсіз үйлерін тастап далаға шыққан. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі сейсмикалық станциялар желісі 23 қаңтар Алматы уақыты бойынша сағат 2024 жылға 00:09:02-де жер сілкінісі тіркелгенін хабарлады. Жер сілкінісінің энергетикалық класы 15,1. Магнитудасы мәт 6,7. Тереңдігі 65 шақырым. Жер сілкінісінің ошағы Алматыдан оңтүстік шығысқа қарай 264 шақырым жерде Қазақстан мен Қырғызстан шекарасында орналасқан.